Және Пайғамбар айтты, үш нәрсені істеңдер, дәрежелерің көтеріледі деді. Қазір таңда шыны керек, дәрежені әркім әр нәрседен іздеп жатыр. Біреу ойлап жатыр, қымбат машина алсам, дәрежем көтеріледі. Біреу ойлап жатыр, бір бастықтың қызын алсам, дәрежем көтеріледі. Біреу тағы бір бизнесті ашсам, дәрежем көтеріледі. Жоқ, бауырлар, дәреже онымен көтерілмейді. Пайғамбар айтып жатыр. Мына үш нәрсені істесең, дәрежең көтеріледі деп жатыр. Дәреже деп жатқан абырой. Абыройды беретін де Алла, оны төгетін де Алла болады. Алла Тағала кімнің абыройын көтеріп асқақтатып қойған болса, оның абыройын ешкім төге алмайды. Адамдар бәрі жабылып, осы адамды масқаралайық дейтін болса, бар керісінше оның абыройы асқақтап кете береді барған сайын. Пайғамбарды жынды деді, ақын деді. Пайғамбардың абыройын төккісі келді сол Құрайыштар. Барған сайын Пайғамбар саллаллаху абыройы асқақтап кетті. Барған сайын бүткіл әлемге Пайғамбардың аты шыға бастады. Ал Құрайыштар Пайғамбарды абыройын төккілер келіп жатыр негізінде. Алла субханала ва тағала біреудің абыройын төксе, ешкім көтере алмайды оны. Қандай туысың болса да, қандай көке жәкең болса да, сен мансабың өзі пайда бермей қалады. Алла абыройыңды төксе, сен ешқашан орнына келе алмай қаласың. Пайғамбар айтты, осы үш нәрсені орындау арқылы не көтеріледі деді? Дәрежелерің көтеріледі. Біріншісі, сәлем көбейту арқылы дәрежелерің көтеріледі. Ассаламу алейкум, алейкум салам. Ассаламу алейкум. Танығанға, танымағанға сәлемді көбейтіп жүрген адам дәрежесі көтеріледі деді. Танысың, танымасың да ассаламу алейкум қалыңыз олай. Ассаламу алейкум. Сәлемдесу керек, бауырлар. Қазір сондай жағдайға жеттік. Бір топ адамасын аралап келеміз де, танитын адам іздеп келесің, ассаламу алейкум қалыңыз олай. Мыналар кімдер сонда? Бұлар не? Сәлем беруге алуға не лайық емес пе не? Мұсылмандар ғой бұлар да. Мына дәрежең көтергің келе ме? Сәлем берсейші баршасына. Ассаламу алейкум қалдарыңыз алай. Омен сауап аласың, күнә алған жоқсың ғой. Пайғамбар дәрежең көтерілді сол арқылы деп жатыр. Сәлем беру арқылы, сәлем алу арқылы. Бауырлар, бірінші жол не екен? Дәрежеміз көтерілуі. Сәлемді айтты Пайғамбар. Тегін акция ғой, ақша салмай-ақ қой оған. Көп еңбекті де қажет етпейді. Өте жеңіл жол емес пе? Қазір мешіттен шыққан екен бар, бүгіннен бастайық. Танығанға, танымағанға сәлем беріп кете берейік. Ассаламу алейкум қалыңыз қалай. Ассаламу алейкум қалыңыз қалай. Деген секілді. Ондай жағдай уақытында өзім басымдан да өтті. Бір екі ғимараттың ортасында қараңғы жер бар екен да. Жанында бір жігіт бар. Яна жігіттің өзі сескеніп мен артыма өтті. Сол қараңғы жердің бас жағында көрдім, бір топ балдар отыр. Түнде еді. Осы Алматыда еді, бір микрорайонда. Уақытысында. Ана жігіт менің артымда, мен алдына кетіп баратым, екі домның ортасында өтетін қараңғы жер бар екен да. Ана жігіт біледі ғой деймін, мен артымда, мен алдына кетіп баратым. Бір топ балалар отырған кезде, ассаламу алейкум жігіттер деп өттім да ортасынан. Уалейкум салам деп бәрі жауап беріп, кәдімгі мен дұрыс өтіп кеттім. Ана жігітті, ой аға, зор айттыңыз ғой деді. Не болды десе, мен ойланып келе жатқанмын, қазір не болар екен. Міне Пайғамбар соны айтты. Ол жігіттерді енді қараңғыда олар да ойланып отқанша, кімдер мыналар деген сияқты да. Мүмкін жаман ойлап. Ассаламу алейкум деп Алланың сәлемін тілегеннен кейін олар да жібіп қалды. Олар да ойлады, бір мұсылман келе жатыр демек мына жерде. Уалейкум сәлем деді, жолды беріп, қайтадан ашылып, біз аман есен өттік ана жерден. Бауырлар, міне Пайғамбар соны айтты. Дәрежем көтерілді ме, көтерілмеді ме? Көтерілді ғой. Онымен мен еш жерім түсіп қалған жоқ, еш жерім кем қалған жоқ. Танығанға, танымағанға да сәлем беру арқылы не болады екен? Дәрежеміз көтеріледі екен. Ол бірінші жол.